Діни экстремизм һәм терроризм әсір машқаласы, себебі бүгін дүния жүзінде дін нақабы астында әрекет етіп атырған қара ниетлі топарлар оға да көп. Сондықтан да жастарды бұндай ілетлерден қорғау дәуір талабы. Тиісті шөлкемлер тарапынан өткерілген әмели илажлар пікіріміздің дәлелі. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесінің басламасы менен дін тарауы қызметкерлерінің қатынасуында Қарақалпақстан медицина институтында болып өткен жауыздыққа қарсы ағартушылық менен күресеміз атылыш жасауға студент жастар қамтып алынды. Ілажда сөз алғалар тикарынан бүгін дүния жүзіндегі айрым мемлекеттердегі тынышсыздық себеплерінен бірі қара ниетлі шахслардың дінді нықап етіп алып өздерінің жауыз әрекеттерін әмелге асыруы себеплі жүз беріп атырғанлығын мысаллар менен түсіндірді. Bugungi Qoraqalpog'iston tibbiyot institutimizda bo'lib turgan jaholatga qarshi kurashish tadbirida bizga bir qancha tushuntirishlar aytib o'tildi. Demak, biz yoshlarga kerak bo'ladigan har xil tushunchalar, ya'ni bugungi jamiyatimizda globallashuv davrida har xil dinlarga targ'ib orqasida yoshlarimizni, ya'ni yosh talabalarimizni ongini zaharlashga ko'proq uchrashyapti. Bunga ushbu tadbirlarimiz ko'proq yoshlarni ongini zaharlashga, ya'ni oqimlarga uchramaslikka ko'proq misol bo'la oladi. Biz ko'proq ilm olsak, dunyoqarashimizni keng qilsak hamda ilmiy tahlillar bilan ko'proq shug'ullansak, bunday oqimlarga uchramasligimiz bizga beqiyos hisoblanadi. Demak, tadbirlarimizni ko'payishi hamda shunga madaniyat va ma'rifat ishlarini olib borishi yoshlarning o'sha bir qancha bunday oqimlarga uchmasligiga misol bo'la oladi. Аяж барысында діни экстремизм, миссионерлік харекетлер себеплі қиын жағдайға түсіп қалған адамлардың тұрмысы сәулеленген видеофильм жастарға қойып берілді.